Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан келген осы бір посылканы ашып көрсететін боламын. Сонымен бастаймыз. Бұл посылка енді өте ұзақ жүрді, бір айдан асып кетті бұның тапсырыс бергеннен кейін. Көрейік, бұның ішінде не бар екен. Міне достар, бұның ішінде бұл осындай шәйнек, әртүрлі құман, сондайдың астына қойған тақтай бұл осындай. Бұл енді ас үйге ең қажетті заттардың бірі деп ойлаймын. Міне осындай мысықтың кейпінде етіп жасалынған. Міне артында осындай үш несі бар, бір қара зат бар. Тайып кетпеу үшін осы жерде тұрғанды бай. Тайып кетпейді, үстіне татып қойғанда. Сол үшін арналған. Бірақ енді бірдей жерде орналастырылған екен, дұрыс. Өтірік жасалған сияқты бай. Ол енді мынау жаман емес, барлығы ешқандай жер сынбаған. Сау, бәрі жақсы келді. Енді беті сіздерге көрініп тұр ма білмеймін, ол негізі былай беті андай жалтырлағы етіп жасалған. Ұсталғанға ыңғайлы, бір жағынан жақсы етіп жасалған. Жалтырап тұр, міне жақындатып көрсетейін. Міне осындай. Міне осы бір тауар, бұның басқа ішінде ешқандай зат жоқ. Жақсы етіп упаковкаленген екен. Достар, егер де мен тағы да айта кетерім, бұл менің каналымда 500 жазылушы, яғни 500 подписчик болғаннан кейін мен конкурс ұйымдастыратын боламын. Сол 500 подписчикке жеткізейік, осы каналға жазылыңыздар, видеоларды қарап, видеоларға лайк басыңыздар. Сол кезде 500 подписчик болғанда, міне экранда көріп тұрғаныңыздай, дәл осы нож кредиткіге, пышаққа конкурс болатын болады менің каналымда. Егер де осындай конкурсқа қатысқыларыңыз келсе, каналдан шықпаңыздар, кетінше осы видеоларға лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Тез 500 подписчик жинауына көмектесіңіздер, сол кезде конкурсты тез өткізетін боламын. Енді бүгінге осы, бір посылка осы, басқа ешқандай зат жоқ. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Алда тағы да әртүрлі сағат, әртүрлі заттарға обзор болатын болады. Сондықтан қолдап отырыңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.